Kana Kogarlan давай. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін аңшылыққа шықтық. Көгарлан екеуміз міне тазым келатыр. Көгарлан Найда Грей дачада қалды, үйде жаралы, аяғы жаралы, ақсаңдап жүр, екі жерден жараланды. Аңшылықта жүргенде түсіріп кетті бірдеңе. Дала аяз. Машинаны бейіттердің арасына қойып кеттім. Мына қаланың сырты. Мына жерлерді аралап қазір із қарап көреміз. Мына жерде бір қоянның ізі бар сияқты. Осы жерлерді аралап қарап көреміз қояны. Күн аяз, бірақ кеше шамалы қар жауды. Сол қарды пайдаланып қалайын деп қансонарды, каналымызда қансонар болғаннан кейін бір шығып жүріп қайтайын дедім бүгін. Мына қайда жүгірді? Ей, машина ол. Бер кел, Көгарлан. Машина ғой, анау жолдың үстінде кетіп бара жатқан машинаны түлкіме бірдеңе қашты деп ойлады. Күн енді аяздығында шек жоқ. Достарым кейде звондайды ғой, қайдасың деп. Аңшылықта жүрмін десем бастарын шайқайтты, сен басың істемейді деп. Мынандай күннің аязында басың істемейді деп соғыстап аязды күні бала мен ит тұрады деп міне аңшылыққа шықтық бүгін. Қолдың бәрі қатып қалды. Мына камерам басқа киіп, мына петличкаларды тағып шыққанша. Ал кеттік, бисмилля. Көреміз не болатыны. Дала мына аязымен қоймай, оның үстінен жел бар. Жел мен аяз қосылғанда білесіздер ғой не болатыны. Кешке үйге барғанда бетіміз қап-қара түсіп кететін шығар. Бір жерде еміз-еміз қоянның ізі бар. Бірақ түсініксіз шыққан, кірген, қайттан былай қарай өткен, бейітке қарай кірген. Тазымның көз өткір. Анау неше 5 километр, 4 километр жердегі асфальттың үстіндегі көлікті көріп тұр. Соны қайта-қайта аң деп ойлап қалып тұр. Көрінбейді әзірше. Бұл қойын қазір
шеттеріне жатуы мүмкін, сондықтан былайынан жүріп отырамыз. Осы қоянып табамыз, Алла қаласа.
Көгерлан, давай. Эй, молодец. Эй, молодец, Көгерлан. Bismillah, Allahu Ekber. Hay Allah. Hay молодец. Жібер болды. Молодец. Жаралы оян. Көгерлан екеуміз жабылып жүріп алдық біреуін. Көрдіңіздер ғой. Ізбенен қалай шығару керек. Bismillah, Allahu Ekber. Bir koyan buyurdu. Elhamdülillah. Міне күн бүгін аяз болса да, борандатып болса да әйтеуір бір қоянды ізімен шығарып алдық. Аллаға шүкір. Мына неге тазыға бермеді деп жатқан шығар, атпай-ақ. Көбір жерлердің бәрін андай қар қалыңдап кеткен, қоян үстімен жүгіріп кетеді, тазылар қалдыртпай кетеді. Сосын мына бір жерлерде, мына 200 метр, 300 метр жерлерде ін бар. Қоянның жаңағы жыралардың астарында ін бар. Соларға кіріп кетеді. Бастысы сол, сіздерге жаңа қансонар ізбенен қоянды қалай шығару керек. Ақырын бір іздің артына түсіп алып, адастырмау керек. Бастысы сосын не? Жел жақ бетті нетпеу керек. Жел жақ бетке сол желдің бағытын байқап отыру керек. Өйткені мысалы жел мына жақтан былай қарай соғып тұр. Мысалы қоян былай қарай жүрген болса, жел осы жаққа қарай соғып тұр. Қоян мысалы ана бір талдың астында жатқан болса, өзім ойымша солда жатыр десем, тіке бармау керек. Өйткені қоян алыстан қашып кетеді. Сода жатыр дейтін болсақ, жаңағы мына жаққа қарай барып, айналып, жаңа қоянды көрдіңіздер ғой, қоянға тура барсаң, қоян қашып кетеді. Айналып, бүйтіп жанынан өтіп едім, қоян тыпыр етпей жатты, өтіп кетеді ғой деп. Қоян алдық, Көгерлан екеуміз. Мен Көгерланға жаралап бердім. Көгерлан бүйтіп жүріп алды. Көгерлан, ей молодец. Міне, Аллаға шүкір. Көреміз қазір, тағы да бір іздер көргем. Қарап көруге болады әлі, жүріп. Шамалы жүреміз де үйге қайтамыз, Алла қаласа. Қазір былай жағын аяқтарды арылап көрейін әлі. Мүмкін тағы қоян кездесіп қалар. Дорбамызға салып алайық мына қоянды. Торбамыз ауырлап, жақсы оқ қалды. Мен жаңа келдім да, екі қоянды андық келдім. Содан мұнай
артқа оңға қарай кеткен қоянға түсіп кеттім. Былай қарай бір қоян кеткен. Осы сізді аңдып көрейік. Былай келген, қайттан артқа барып былай секірген. Былай барған, секірген. Снайпер жерге жатайын деп жүр. Шамасы шатқанда тұрып кетті. Көреміз қазір. Ойынның терең түбінен қаяқын маржан сүзбеген, өмірдің басы даңғыл жол, өмірдің соңы құз деген. Менің қаштаудым. Менің қашқанызды көктем боп, қарттығын келер күзбенен. Адамның бәрі жолаушы, сарылып бақыт іздеген. Алладан пәрмен келген күн, қайтармыз бізде сол күні, бабалар қайтқан іздеген. Қыс келсе күтер жаз алдан, пендеде бітпес әзарман. Бұл қоянды көрмей қалды. Қайыққа жаңа мен ана маңда жүрген кезде бұл тұр былай қарай қашқан ғой. Көрген жоқпыз. Бұл қоян енді алдыртпайды. Жүрегі таттан тазарған, бөленер хақтың нұрына, оянған намаз қазаннан. Ақыретке жауап дайында, құтылмас ешкім ажалдан. Дүние ешкім әкетпес, қызылда жасыл базардан. Тақуа талайдан алар, иманың жайлы сөз қылған. Адамның жауы өбілдес, нәпсіңді елтіп қоздырған. Адалдығыңды кірлетіп, адамдығыңды тоздырған. Иманың жалғыз жолдасың, қолыңды көкке создырған. Жаныңды нұрға бөлеген. Шаршадық. Машинаға да жетіп қалдық, Алла қаласа. Күн аязып көтті. Мұрынның бәрі қатып бот. Аяқ шаршады. Ана жерге кетіп қалдық. 10 километрдің үстінде жоқ дегенде жүрген шығармыз. Сол Аллаға шүкір бір қоян алдық. Торғында бір қоян бар. Видео ұнаса лайк басып, каналға подписка жасаңдар. Және пікір қалдырыңдар. Сөйлеуге шама келмей келатыр. Ерінің бәрі қатып барған ғой. Түсіп кетті. Жақсы аңшылар, ассаламалейкум. Рахымы сіздерге мәңгі жамағат. Алланың жаусын рахымы сіздерге мәңгі жамағат.